Менің есімім Асем, мен ауылды жерде тұрам. Менің бір арманым бар еді, ол Алматыға оқуға бару. Мен өзім жайлы айтатын болсам, әкемнің осы уақытқа дейін айтқанынан шықпағанмын. Бірақ әкем мені ауылымызда Мәкен деген байдың ұлына жар етіп бермекші болды. Қызым, сені Мәкеннің баласына береміз, дайындал. Әкесі ол оқуға түспекші ғой. Әкешім, менің бірақ оқығым келеді. Мен осы уақытқа дейін сіз не айтсаңыз барлығын жасап келдім, өтініш әке. Мен бұл үйде не айтты, сол болар! Анашым, мен кетпесем болмайды. Мен сізге сөз берем, жақсы оқимын, қалада өз орнымды табамын. Тез кете ғой, қазір әкең де келіп қалады, сені кетіп жатқанын білмесін. Иә, анашым. Осылай арман қуалап Алматыға жолға шықтым. Қалада мені қандай оқиғалар күтіп тұрғаны білмейтін едім. Келесі 2-ші бөлімде көре аласыздар. Жүр, кеттік, автобусқа мінейік. Иә, кеттік. Міне, келді, қорықпа. Әке, менің бүгін туған күнім сенің есіңде де жоқ шығар. Жас кезімде мені анамнан айырғаның есімде. Кімге айтып отырмын? Өтінем, кетпеші, мен не істеймін? Қаш деп. Балам, мен қазір бір жаққа кетем. Сен ешқашан әкең сияқты болма, жарай ма? Мені де әкетші, мама. Анашым, тұршы. Тұтап оятпақшы болсын. Мені де әкетші, анашым. Анашым! Бүгін кино көруге барамыз ба? Иә, керемет идея. Қандай фильм көреміз? Комедия жақсы болар. Бүгін кешке досымның туған күні. Соған қызымен барам деп айтқам ғой. Енді не істеймін? Менде қызда жоқ, бәрі жұп-жұп болып барады. Асем, менімен баруға қалай қарайсың? Мен ондай туған күндерге бармағанмын, мейлі барайын. Рахмет, Асем. Окей. Ей, ақшаңды дайындай бер. Құсты қолыма қондырдым, өзі де ауылдың сұлуы екен, кешке дачаға алып барам. Асем, сенімен сөйлесуге бола ма? Жоқ, болмайды. Сен кімсің? Мен жай адаммын. Асемнің орнына жауап беретін қыз. Сен тағы шу шығармақшысың ба? Жүр, кетейікші. Жарайды, кеттік. Сен қара көйлекте өте әдемі болып кеттің. Рахмет. Жүр, бізді күтіп қалды. Иә, кеттік. Ана қызға қарашы, қайдан келген болды екен? Күтіп тұр ғой, бәлкім алыстан шығар. Ауылдан келгенде киімін қара. Иә, солай болуы мүмкін. Қарындас трамвай күтіп отырсың ба? Иә, жалғыз отыр екен. Телефонып заряды таусылыпты ғой, енді не істесем екен? Кешіріңіз. Оқасы жоқ. Автобустың ұстайтын жерден ұстасын. Ауылдан келдіңіз бе? Сізбен